Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында дөнер дайындаймыз. Өте дәмді, балалардың сүйіп жейтін тағамы. Ол үшін алдыменен 700-800 грамм тауық төс етін ұзынша етіп турап маринадтаймыз. Маринадқа тауық етіне 2-3 ас қасық соя тұздығын және 2 ас қасық крахмал салып, араластырып 30 минутқа қоямыз. Енді картопты тазалап, ұзынша етіп турап аламыз. Видеода көрсетілгендей. Қызып тұрған майда картопымызды қуырып аламыз. Қып-қызыл болғанша. Енді маринадталған тауық етін қуырамыз. Етіміз пісіп, суы тартылғанша. Тұз қоспаймыз. Сояның өзі тұзды. Енді дөнеріміздің ішіне салатын көкөністерімізді турап аламыз. 2 қиярымызды ұзынша етіп тураймыз. Видеода көрсетілгендей. 2-3 қызанағымызды да турап аламыз. Енді лавашымызға кетчуп және майонез жағамыз. Дөнерлерімізді жинаймыз. Лаваштың ішіне фри картобын саламыз. Қуырылған тауық төс етін саламыз. Қызанақты, қиярды саламыз. Басқа да өз қалауларыңызша көкөністер қосуға болады. Пияз, тұздалған қияр, салат жапырақтарын қосуға болады. Енді лавашымызды ораймыз. Видеода көрсетілгендей. Гриль табамызда дөнерімізді қызартып, сырты қытырлақ болғанша қызартып аламыз. Үй жағдайындағы дөнерлеріміз дайын. Өте дәмді, сочный дөнер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға, отбасыларыңызға ұнайды. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.